Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пицца жасайтын боламыз. Кез келген начинкамен жасалына беретін пиццаны дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы суға қантты, дрожжды саламыз, тұзды ұнға саламыз. И осы массаларды біріктіріп, жақсы қаттылау қамыр илейтін боламыз. Ақырындап қолымызбен біркелкі масса болғанша қатты қамырымызды илей бастаймыз. Міндетті түрде біз оливковое масло пайдалануымыз керек. Оливковойдан басқа май пайдаланбағандарыңыз жөн. Мінекей. Жақсылап басын біріктіріп, енді қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыздың тестосы сәл қаттылау болады. Оған уайымдамаңыздар. Ол кейін кішкене тұрғаннан кейін дрожждың арқасында жұмсарып, басып, жақсы бірігетін өте әдемі қамыр болады. Майы да көп емес. Мінекей осылай басып біріккенше жақсылап илейсіздер. Жалпы ұндардың бәрі кеткенше осылай басын біріктіріп, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, тесталарыңыз жұмсарып, басып бірігіп, жаюға ыңғайлы қамыр пайда болады. Мінекей енді біз бетін жауып, осылай қойып қойдық. Ары қарай біз енді соусына кірісеміз. Соусы бізде ешқандай майонезсіз, кетчупсыз, 100% қолдан жасалған экологиялық таза соус. Ол үшін бізге помидор керек. Сол помидорлардың үстінен 4-ке бөлген етіп, қатты төмен баспай, видеодағыдай бөліп шығасыздар және қайнап тұрған суды помидор батып тұрғанша құясыздар да 10 минутқа қалдырасыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай жаңа ғана қайнап тұрған су және бетін жауып қоямыз. Ары қарай соусқа керекті өнімдерді қоямыз. Ол үшін бізге блендер керек, ыдысымен, чеснок керек, паприка керек, орегано шөбі керек, немесе орегано весовой алсаңыздар да болады. Менде свежий орегано, яғни айырмашылығы насыщенностінде дәмінің. Қалай табасыздар, қандайын табасыздар, сондайын пайдалансаңыздар да болады. Весовойды пайдалансаңыздар да, сәл көбірек қоссаңыздар, дәмі жақсы шығады. Енді біздің помидорларымыз дайын болды. Помидорымыздың қабығы бірден осылай алына кетеді. Ыстық судан кейін, мінекей байқап отырсаңыздар, осылай сыртын тазалайсыздар, ортасынан бөлесіздер және сабағы тұрған ақ қатты діңгегін кесіп алып тастайсыздар. Жақыннан түсірілген видеодан мән беріп қарасаңыздар, барлығы да түсінікті болады. Неге қабығы өте жеңіл ашылады және 4-ке бөлінген разрез бұның қабығын алуына өте жақсы жылдам көмектеседі. Нәтижесінде блендермен майдалаймыз. Өте майда сок болғанша жақсылап майдалаймыз. Барлығы біркелкі болғанша осындай сұйық масса болады. Мінекей. Енді осы массаны біз оливковое масломен қуыратын боламыз. Ол үшін бізге таза оливковое масло керек. Оливковое масло қызып тұрған үстіне чеснок, яғни чесночное масло саламыз. Чесночное маслоның жасалуы сіздерге берілді. Мінекей,
Нәтижесінде осылай өте нәзік, өте әдемі иіс шығатындай, аромат шығатындай майда қуырып аламыз да үстінен жаңағы помидорымызды, езілген сокты құямыз. Араласпай кеткен бөліктерін алып тастасаңыздар болады, және ары қарай өте ыстық максимальный градуста жақсылап қайнатамыз. Мына біздің орегано шөбіміз, мұны біз әдемілеп майдалап тураймыз. Нағыз итальяндық пиццаның дәмін беретін осы шөптің арқасында. Осылай қосып, жақсылап қайнатамыз. Иісі бүкіл бөлмені алып жатыр. Паприка қосамыз, тұз, бұрыш қосамыз, дәмін міндетті түрде көреміз. Тұзы аз, бұрышы кем болып қалмасын. Міндетті түрде дәмін көріңіздер. Негізгі соус пиццаның дәмін келтіретін осы соустың арқасында. Горошек перецті измельчательдің көмегімен майдалап жатырмыз. Жақсылап араластырып, 5-10 минуттай қайнатып, дайын болған массаны суға қойып қоямыз. Астын өшіреміз. Біздің массамыз дайын болды. Қоюланғанша қайнаттық. Қоюлығы осындай болған кезде астын өшіреміз. Негізгі итальяндық пиццаның рецепті бойынша сыр моцарелла қолданамыз. Егер сыр моцарелла табылмаған жағдайда міндетті түрде еритін, балқитын қатты сырды пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде для пиццы деген сырлар болады. Сондай сырды пайдалансаңыздар қателеспейсіздер. Пиццаның негізгі ингредиенттері дайын, қамыры дайын және начинкасы өз еріктеріңізде. Ары қарай қандай начинка қосасыздар, қандай ингредиенттер қоссаңыздар да, бізде главный соус пен қамыр дайын. Жейтін заттарыңызды өздеріңіз қосып жасай берсеңіздер де болады, немесе дәл менікідей продуктыларды алып жасасаңыздар да болады. Кейбір үйде балалар светофор перец жемейді деген сияқты нюанстарды ескеріп жасай берсеңіздер болады. Біздің жағдайда светофор перец, колбаса, помидор көріп отқандарыңыздай және сырмен жасайтын боламыз. Оливки қоссаңыз болады, фаршпен жасасаңыз болады, курицамен жасасаңыз болады. Начинкасын өз еркіңізде түрлендіріп жасай берсеңіз, өте дәмді болып шыға береді. Біз енді сырымызды теркадан өткіземіз. Ірі теркадан өткізгеніміз дұрыс. Және де сырды кусочек-кусочекке бөліп салсаңыз да болады. Немесе 4-5 түрлі сырды пайдаланып жасасаңыз да болады. Өте дәмді, универсальный тесто мен универсальный соусты пайдаланып жасасаңыздар болады. Ендігі кезек біздің қамырымызға келді. Қамырымыз дайын болып қалған сияқты. Енді мінекей жаңа жасаған рецепт бойынша 2 кішкентай қамырға бөлдік. Біріншісін осылай жайып сіздерге көрсетейін. Дөңгелетіп жасағаныңыз дұрыс. Оригинал пиццаның формасы бойынша, және де шет-шеттерін сәл қалыңдатып, ортасына жағалау етіп алсаңыз да болады. Жайылудың ерекшелігі жоқ. Дәл кәдімгі қамыр сияқты қылып жайып, өзіңізге ыңғайлы етіп жасап алсаңыз болды. Енді дайын қамырымызды пергаменттің үстіне қойып, бірден противеннің үстіне қойғаныңыз дұрыс. Себебі ары-бері жылжытуға кішкене қиындау, сол себептен бірден пергаментпен противеннің үстіне қойып, енді соусымызды жаға береміз. Томатный соус білесіздер, бірге жасаған томатный соусты суытып, қамырдың үстіне жағып шығамыз. Содан кейін светофор перецті бір-бірінің үстіне мінгізбей, әдемілеп кеңейтіп саламыз. Қайталап айтам, начинка өз еріктеріңізде. Гүл қоссаңыз да болады, басқа да өнімдермен жасай берсеңіз болады.
біздің жағдайда осы бар заттармен жасап жатырмыз. Сырды астына салып, үстіне начинка салсаңыз болады, және үстіне сыр салып салсаңыз да бола береді. Духовкамызды алдын ала 250 градусқа қыздырасыздар максималды жылдамдықта, және 15 минутқа саласыздар. 15 минуттан кейін сырыңыз бірден дәмді болып осылай езіліп шығады. Пиццаны жасай салып жеген дұрыс, және де үстіне осылай руккола қосып, зелень қосып сәндесеңіздер де болады өз еріктеріңізде. Маған осылай рукколамен жасаған қатты ұнайды, сол себептен осылай жасалды. Ас болсын қыздар, міндетті түрде жасаңыздар, дәмін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоларым сіздерге аманат.